Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн. Алдарыңызда спатифилиум, ауызекі арада айтқанда әйел бақыты деп аталатын гүл. Барлығыңызды осы әйел бақыты мазалайды, себебі үй жағдайында көбіңіз жақсы өсіре алмайсыз. Міне осы не себепті жақсы өсіре алмаймыз, соның себебін анықтайтын боламыз. Бұл жаңа дүкеннен келген гүл спатифилиум. Сіздердің көзіңізше қайтадан пересадка жасап, және тамыр жүйесін тексеретін боламыз. Негізі дүкеннен келген кезде гүл, нақты айтсақ спатифилиум гүлі жағдайы 100% керемет болып келмейді. Әрі кетсе 80%-ға жақсы болып келеді. Сондықтан соны ескеріңіз. Міндетті түрде бұның тамыры шіріп келеді, қарайып келеді, немесе жапырақтарының ұштары сарғайып келеді. Сондай жағдайлар болады. Міне спатифилиумның тамырын жүйесіне үңіліп қарасаңыз, тамырларының ұштары қарайып кеткен. Сіздерге камерадан көрініп тұр ма? Мен жалпы көзбен көріп тұрмын. Сондықтан мен қазір осы спатифилиум гүлінің тамыр жүйесін тексеру мақсатында толықтай топырақтан ажырататын боламын. Спатифилиумды байқадыңыздар ма? Горшогынан тамыры өте кішкентай, топырағы өте көп. Тамырын қарасаңыз, қарайған тамырлар көп, камерадан көрініп тұрған шығар. Ұштары қарайған. Қазір спатифилиумның тамыр жүйесін жақсылап суға жуып аламыз. Жақсылап тамырын жуып алып келдім спатифилиумның. Тамырын қараңыз, әппақ болып тұр, топырақтан тап-таза болып, керемет болып тұр. Енді нақтылап, жақсылап қараңыздар, тамырларының қандай көлемде екені, бар болғаны бір жұдырық көлемде тамыр. Ал гүлдің биіктігін қараңыз, 50 сантиметрден асады. Ал горшогын қараңыз, қарап тұрсаңыз, горшогы үлкен деу. Гүліміздің тамырын топырақтан босатқаннан кейін міндетті түрде стимуляторға салып қою қажет болады. Мен сізге стимулятордың 3 түрін көрсетіп тұрмын: эпин, циркон, HB101. Қайсысын пайдалансаңыз да, артында жазылған инструкция бойынша үшеуінің біреуін таңдасаңыз болады. Ал маған HB101 препараты ыңғайлы, себебі ол көпке жетеді. Ал эпин мен цирконды әрі кетсе 2 рет қана пайдаланам. Ал мына HB101 деген препарат ол ұзаққа жетеді. 1-2 тамшы 1 литр суға жарайды. Міне қазір су дайындап алдым. Осы HB101 препаратын 1 литр суға 2 тамшы тамызып, спатифилиумды шамамен 1-2 сағатқа суға салып қоятын боламын. Мен неге суға салып қойдым? Себебі біз тамырын зақымдадық, тамырында топырақты алу барысында біз кейбір тамырларына зақым келтірдік қолымызбен. Міне сол стресс жағдайына түсіреді. Кейін алдағы уақытта жапырағы сүмірейіп қалады, жапырақтары түсіп қалады, қурап қалады. Міне осындай жағдайдың алдын алу мақсатында міндетті түрде стимуляторды пайдаланып, стимуляторға салып қоятын боламын. Және сіздер сәйкесінше отырғызып болғаннан кейін де жапырағына сепсеңіздер болады. Осы спатифилиум гүлінің де жағдайының нашар болмаудың алдын алу мақсатында, яғни кейінгі уақытта неге менде өспейді, неге мұндай жағдайға түсті деп өкініп қалмас үшін осындай препараттарды пайдаланамыз. Енді қандай топыраққа отырғызамыз? Кездесетін топырақтарды арнайы барып сатып алдым. Терравита және огородник дегеннің верховой торфы. Екеуінің де сапасы жақсы екен. Міне осы 2 топырақты алдым. Енді осы бұл 2 топыраққа қосымша қопсытқыш міндетті түрде қосамыз. Сіздерде егер агробалт болса, агробалттың өзіне отырғызсаңыз болады. Агробалт көп жерлерде кездесе бермегендіктен мына терравитаны, огородникті сатып алдым арнайы сіздер үшін. Міне сосновый кора деген дүние бар. Бұл негізі қышқыл болады. Спатифилиум гүліне сосновый кораны қолданғаннан кокосты чипсы қолданған дұрысырақ. Өйткені сосновый кора ол ащы, ал спатифилиум гүлі қышқыл топырақты ұнатпайды. Песок речной, кәдімгі шеге құм. Осыны пайдаланған жақсырақ болады. Өйткені топырақта ылғалды ұстамай бірден ағып жібереді. Древесный уголь деген дүние бар. Бұл біздің тамырымыздың шірімеуін, тамырдағы аурулардың болмауын алдын алады. Древесный уголь қосқаныңыз дұрыс болады. Вермикулит, агроперлит. Бұл екеуі қопсытқыш минералды заттар, сондықтан осы екеуін қосуға болады. Немесе екеуінің біреуін пайдалансаңыз жетіп қалады. Қосатын топырақтарды көріп шошып кеткен шығарсыз,
негізі көп жерлерде кездеседі. Қазір мен сіздердің алдарыңызда Terravita мен огородниктің торфтарын ашып көрсететін боламын. Екеуінің сапасын бақылаймыз. Огородникті ашып қарадым. Огородниктің топырағының сыртында верховой торт деп жазылып тұр. Агробалтқа қарағанда түсі қоңырлау екен және қолға жабыспайды. Өте жеп-жеңіл, маған сапасы ұнады. Пайдалануға болатын торфтардың қатарында. Енді Terravitаны ашамыз. Terravitaның де құрамы жақсы екен, қолға жабыспайды екен, құрамында перлит бар екен. Сондықтан осы екі топырақты жақсы деген баға беремін. Топырақ дайындайтын боламыз. Үйлеріңізде кез келген қаймақтың ыдысын алсаңыз болады. Осы қаймақпен мен әр топырақтан қосқым келіп тұр. Terravitaдан да, огородниктен де және агробалттан да қосқым келіп тұр. Қазір әрқайсынан бір стакан топырақтан салатын боламын. Себебі менің спатифилиум қатты үлкен емес, сондықтан аз ғана осы спатифилиумге жететін ғана топырақты дайындайтын боламыз. Огородниктан екінші стаканды қостым және осындай агробалт бар. Менде ыдысы үлкен болғандықтан көрінбей тұр. Осы агробалттан бір стакан қосатын боламын. Бұл агробалт басқа топырақтарға қарағанда, басқа торфтарға қарағанда түсі сарғыштау және өте жеңіл. Кокосты чипсиге қосамыз. Бір стакан кокосты чипсиден да қосатын боламын. Бұл өте жеңіл болатын қопсытқыш және пайдалы минерал, табиғи минерал. Және бізге песок қажет болады. Песок ол ылғалды ұстап тұрмайды бойында, топырағымыз ауыр болмайды, яғни суды өткізіп жібереді. Песок өте жақсы материал болып табылады. Древесный угольден көп қоспаймын. Стаканның түбінде стаканның 3/1 бөлігі қосамын. Сол жетіп қалады біздерге. Агроперлит, перлиттен де бір стакан қосамын. Бұл перлитті пайдалану барысында абай болыңыз. Шаң пыл шығады, ол шаңы адамға зияндау, түшкіруіңіз, аллергияңыз болса, міндетті түрде маска киіп алып пайдаланғаныңыз жөн болады. Вермикулит мен осы жолы қоспайтын боламын. Маған осы құрам жеткілікті. Міне жақынырақ қараңыздар. Топырақтың құрамын өте жеп-жеңіл, тәтті, гүлдер үшін құнарлы, керемет, орыс тілінде айтқанда идеальный топырақ. Міне осындай топырақты жасай алсаңыз, спатифилиум сізге рахметін айтады және сіздің үйіңізде әдемі болып құлпырып өсетін болады. Кез келген универсальный деген топырақты алып келіп отырғызып, біз көп қателік жіберіп, спатифилиумды алдағы уақытта өлтіріп алып, жаман жағдайға ұшыратып жатамыз. Міне осындай жағдайдың алдын алу мақсатында сіздердің гүлдеріңіздің топырақтары қандай болатынын видеода толық көрсетіп айтып жатырмын. Арада 1-2 сағат уақыт өтті. Енді спатифилиум гүлінің тамыр жүйесін қарап, шіріген, қарайған тамырлардың барлығынан толықтай ажыратамыз, айырамыз. Көздеріңізге көрініп тұр, қара тамырлар қалай ап-анық көрініп тұр. Міне сол қара тамырларды қазір қайшымен қиып тастаймыз және ұшындағы қарайған тамырлардың барлығын толықтай қиямыз. Қара емес, тіпті қоңыр түсті болып тұрса да, тамырлардың барлығынан құтылу қажет. Себебі ол кішкене қарайған тамыр кейінгі уақытта осындай шіріген тамырға айналуы әбден мүмкін. Уақытты көп алмас үшін мен видеоны тездетіп жібердім. Себебі сіздерге ұзақ уақыт жалықтырып жібереді. Видеода көріп тұрсаңыздар, барлық кішкене қара деген тамырдың барлығын айырып тастадым. Алып тастадым, қидым, қолмен алдым, яғни тазаладым. Жаңағы ұзын тамырдан тіпте одан да 2 есе кіші тамыр қалды. Қорықпаңыздар, бұдан ештеңе болмайды. Қайта спатифилиум сізге рахмет айтады. Айлап, қиып, тазалап, толықтай қарап, міне осындай күйге ендірдік. Түп жағында шамалы қарайған қалған екен, ол ештеңе етпейді. Міне енді қазір спатифилиумымыз дайын болды, толық тазаланды қарайған шіріген тамырдан. Енді қазір жақсы әдемі топыраққа отырғызатын боламыз. Өзінің келген горшогынан кішілеу горшок алдым. Себебі тамыр жүйесі біріншіден кішкентай, екіншіден мен көп тамырларын қиып тастадым. Осындай ақ түсті әдемі горшок алдым, түбін тесіп алып. Енді қазір горшогымызға дренаж салатын боламыз міндетті түрде. Жаңағы дайын болған топырағымыздан шамалы астына салатын боламыз. Аз ғана мөлшерде горшокқа шамалы топырақ салып алдым. Және тамыры тазаланған, әдемі
әппақ тамырда тұрған спатифилум гүлін горшогымызға отырғызатын боламыз. Горшокқа отырғызбас бұрын сәл-пәл древесный угіль шашып жіберемін, себебі мүмкін шірген кішкене тамырлар қалған шығар, солардың алдын алу мақсатында древесный угіль шашқанымыз дұрыс болады. Мен удобрение дайын қостым, цион для цветов деп аталатын удобрение, яғни алдағы уақытта мен удобрение қандай құямын деп ойланып жүрмес үшін цион әр гүлге цион қосатын боламын. Осылай гүлімізді топырақпен тез-тез толықтырып алатын боламыз. Міне осылай тез арада топырақпен толықтырып, горшогымызды ауыстырып, спатифилум гүліміздің тамыр жүйесін тексеріп, қарап, бақылап, көп ақпарат айтылды. Спатифилум гүлі жаңа горшокқа көшті. Қазір мені бұны суарып, және сыртынан бір күнге пакет кигізіп қоямын. Өйткені шамалы ылғалдылықты сақтап тұру үшін пакет кигізу қажет болады. Себеп бұл гүл пересадка жасалды, сондықтан стресске түседі. Стресске түскеннен кейін міндетті түрде біз бұл гүлге ылғалдылықты көбейтіп, яғни ауаның ылғалдылығын көбейтіп, және жарық жерге қойғанымыз дұрыс болады. Сыртын пакетпен кигізіп, мен фитолампаның астына қойдым. Сіз терезе алдына қойсаңыз болады. Міне әдемі гүліміз құлпырып өсіп тұр. Қазір 2 күннен кейінгі нәтижені көрсетін боламын. Видео түсіру мақсатында арнайы пересадка жасалғаннан кейін шамамен 3-4 күн уақыт өтсін деп күткен болатынмын. Сондықтан менің видеомды сіздер ұзақ күтіп қалдыңыздар. Ең маңызды мән беретін гүл өсіруде 3 нәрсе бар. Ол бірінші дұрыс горшок, екінші дұрыс топырақ, үшінші суару. Міне 3 мәселе ең маңызды. Содан кейінгі ауаның ылғалдылығы, тағы да басқа тыңайтқыш, сол сияқты себептер кете береді. Осы ең маңызды 3 нәрсені ұмытпаңыздар. Тағы да сұрақтарыңыз болса, түсінбеген сұрақтар болса, маған қойыңыздар комментарийда, мен сіздерге жауап беремін. Түсірген видеомды бағалап кетулеріңізге болады. Міне алда 3-4 күн уақыт өткеннен кейін нәтиже. Айтып кеткенімдей, фитолампаның астында осындай жарықтықта бұл гүлім өсіп тұр. Рахмет, сау болыңыздар. Нәтиже осы.